Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода мен сіздерге қысқа арналған нағыз лечо салатының рецептісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бастысы, бұл салаттың жасалу жолы өте оңай және де қарапайым заттардан тұрады. Дәмі өте керемет болып шығады. Астындағы описание бөліміне керекті ингредиенттерді жазып қалдырамын. Сіздерге бір өтінішім, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен туралған помидорларымызды мясорубканың көмегімен өткізіп аламыз. Міне осылай барлық помидорымызды мясорубкадан өткізіп дайындап аламыз. Енді үлкендеу ыдысымызға барлық помидорларымызды құямыз. Астын жай отқа қоямыз және де үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, қайнағанша бетін жабамыз. Помидорымыз қайнағанша сәбізімізді теркадан өткізіп дайындап аламыз. Келесі болгар бұрышын видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Міне осылай барлығын турап дайындап аламыз. Чесногымыз жақсы ашылуы үшін алдын ала осылайынан суға салып қоямыз. Барлық чесноктарымызды міне осылайынан ашып дайындап аламыз. Помидорымыз 10-15 минут қайнағаннан кейін сәбізімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді қайнағанша бетін жабамыз. Чесногымызды майдалап турап аламыз. Міне осылай қайнағаннан кейін болгар бұрышын саламыз. Чесногымызды салып, жақсылап араластырамыз.
Дәміне қарай тұзымызды және де қантымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз және де қайнағанша 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Осындай ашты перецімізді майдалап турап аламыз. Қайнап жатқан салатымызға туралған ашты перецімізді салып жақсылап араластырамыз. Енді майдалап туралған зелен мен укропты салатымызға салып жақсылап араластырып 10-15 минутқа жақсылап қайнатамыз. Екіше осындай лавр жапырағынан қосамыз. Шамалы салатымыздың дәмін татып көреміз. Егерде тұзы мен қанты аз болған жағдайда шамалы қосып жақсылап араластырамыз. Ең соңынан уксус қосып, жақсылап араластырып, тағы да 10 минуттай қайнатамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздаршы, ешқандай да езілмей, түсі де өте әдемі болып шықты. Банкаларымыз бен крышканы жақсылап парлап аламыз. Салатымызды араластырып отырып, банкімізге ақырын құямыз. Дәл осы көрсетілген рецепт бойынша жасасаңыздар, 10 литрдей салат шығатын болады. Крышкаларымызды қойып, закрывашканың көмегімен жақсылап жабамыз. Міне біздің банкілеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Құрметті көрермендерім, сіздерге бір өтінішім бар. Астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақыттарда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше.